қазіргі уақытта құрылыс жұмыстары аяқталып, инфраструктурасы, су, свет, газ деген мәселелер бойынша толыққанды қамтылып татылды. Мемлекеттік қабылдау комиссиясымен қабылданып, тапсырыс беруші Атырау облыстық құрылыс басқармасы арқылы алыс-беріс актілерін жүргізілуде. Ең қажеті орталықтандырылған оттегі 63 точкаға келіп тұр. Коронавирустың екінші толқыны бола қалған жағдай болатын болса, осында болған науқастарды әкеліп салып, бірінші көмекті осында жасаймыз деп біздер дайындық үстіндеміз. Сонымен бірге 5 отделениенің барлығы осында көшеді. Ол перзентхана, оташы бөлімшесі, терапия бөлімшесі, балалар бөлімшесі және жұқпалы аурулар бөлімшесі. Осы бөлімшелерге қажетті құрал жабдықтардың барлығымен қамтамасыз етілуде. Яғни екінші толқынға дайындық ретінде коронавирус отделениесі ашылады деп жоспарлануда. Жалпы айтқанда сол 9 ИВЛ аппаратымыз бар. Және де осы кислородный концентраторлар артығымен келді. 3 реанимациялық керует және де 2 интенсивный көмекті қажет ететін палаталар дайындалды. Хирургия бөлімшесінде 28 койка. Егер толқында адам көп түсе қалған жағдайда 40 койкаға дейін кеңейтетін жағдайымыз бар. Мен енді осы ауданның байырғы тұрғынымын. Бұрынғы емханада мүмкіндік жоқ еді, іші тар, қараңғы, қапас болып еді. Әсемде зәулім ғимараттың аурухана болатын дегенге естіп, қуанып тұрған жағдайым бар. Бұрынғы аурухана ол ескі, типовой емес, кейбір орындар дұрыс медициналық көмек көрсетуге таршылық ететін еді, және ондағы жаңағы медициналық құрал жабдықтар, оборудованиелер жетіспейтіндігі байқалатын еді. Енді мынау бүгін міне орталық аурухана пайдалануға беріліп жатыр. Алға қарай халыққа медициналық қызмет көрсетуге бұл өте жақсы жағдай болады ғой деп ойлаймын.